Түс көрген патша. Ерте заманда бір патша бір күні халқын жиып алып: мен бір түс көрдім. Кімде-кім менің қандай түс көргенімді табатын болса, ол адамға 1000 ділдә беремін. Менің түсімді таппақшы болып, менің беретін ділдәлерімді алған соң көрген түсімді таба алмаса, ол адамның басын аламын депті. Патшаның бұл түсін ешбір адам таба алмай, бірнеше күн өткен кезде, сол шәріде тұрушы бір адамның әйелі ерін жақтырмай, ерінің бір жаққа кетуін немесе бүтіндей өлуін тілейді екен. Бір күні әлгі әйел еріне: сен патшаның көрген түсін табамын деп, патшаның 1000 ділдәсін алсаңшы, түсі табылып қалар. Егер табылмағандай болса, және бір амалын ойластырып көрерміз, дейді. Ері: түсін таба алмай, ажалды өзіміз сатып алып жүрмелік, дегенде әйелі: сақтаушы Құдай бар, Құдай екем өзі сақтап, патшадан аман құтылатын бір жолға қарай бейімдер, тәуекел демей, тауғыламайды дегенді білмеймісің, депті. Ері: ендеше мен қазір патшаға барып беретін ділдәсін алып келейін деп жүгіріп отырып патшаға келіп: тақсыр, мен сіздің көрген түсіңізді тапқалы келдім, тек қана маған 3 күн рұқсат берсеңіз болады, депті. Патша 1000 ділдәні санап беріп: 4-ші күні келіп, көрген түсімді айтып бересің, егер де түсімді тауып бермесең, басыңды аламын, дейді. Түс табушы 1000 ділдәні алып келіп әйеліне: мына 1000 ділдәні әкелдім, енді Алла тағаланың мені өлімнен аман сақтайтын жолы қайсы, депті. Әйелі: сенің өліміңнен құтылуың үшін мен неше түрлі қиял ой ойлап көрдім. Енді бұл патшадан бүтіндей қашып кеткеннен басқа амал жоқ, депті. Ері: ендеше мына 1000 ділдәнің жарымын сен алып, жарымын мен алайын, деп 500 ділдәні әйеліне беріп, өзі 500 ділдәні алып шәріден шығып, бір жағы бейімделмей қалай болса солай патшадан қашып жүгіріп келе жатса, алдынан бір жылан кезігіпті. Жылан: ей адам, неғып асығып жүгіріп барасың, дейді. Әлгі адам болған оқиғаны түгел айтып береді. Сонда жылан: мен ол патшаның көрген түсін тауып берсем, маған не берер едің, деп. Түс табушы: патшаның көрген түсін тауып берсеңіз, патша берген 1000 ділдәнің бәрін берейін, депті. Жылан: ендеше сенің патшаң түсінде көп қасқыр көрді. Ол қасқырлар бірін-бірі жұлмалап жеп жатқанын көрді. Патшаның көрген түсі осы, ал енді маған беретінді бер, дегенде әлгі адам қаша жөнеледі. Сол бетімен қашып келе жатса, бір кезде әлгі жылан тағы да алдынан шығып: менің ақымды беріп кет, дегенде әлгі адам жыланды белінен бір салып өтіпті. Жылан иреңдеп қала беріпті. Ол адам үйіне келіп әйеліне: қатын байғұс, мен патшаның түсін тауып келдім, депті. Әйелі ерінің біржолата қашып кетпегеніне ішінен ренжіп: патшаның түсін тауып келсең, патшаға барып көрген түсін айтып беріп құтыл, дейді. Түс табушы ертесіне патшаға келіп: тақсыр, мен сіздің көрген түсіңізді тауып келдім, дейді. Патша: қане, мен қандай түс көрдім, дегенде түс табушы жыланның айтқанын түгел айтып береді. Патша: дұрыс, таптың, азамат екенсің, дейді. Сонымен бірнеше уақыттар өткен соң патша тағы да түс көріп, баяғы түс табушыны шақыртып алып: мен тағы да бір түс көрдім, сол түсімді таппасаң 1000 ділдә берем, тапсаң, таба алмасаң басыңды аламын, деп 1000 ділдә санап береді. Бұл адам 1000 ділдәні үйіне әкеліп: енді маған ажал жетті, патшаның көрген түсін айтып берген жыланды да өлтіріп кеткенмін, енді патшадан қашып кеткеннен басқа амал жоқ, 1000 ділдәнің жарымы сенде қалсын, деп 500 ділдәсін қалтасына салып алып, әйелімен қош айтысыпты. Тағы да қалай болса солай бет алды, қашып келе жатса, алдынан баяғы жылан кезіп: ей опасыз адамзат, сен тағы не үшін сасып жүгіріп келесің, депті. Сонда әлгі адам: патша тағы да түс көріп, сол түсін таба алмай қашып келе жатырмын, депті. Жылан: патшаның көрген түсін мен тауып беремін, маған не бересің, дейді. Бұл адам: патшаның маған берген 1000 ділдәсін түгелімен саған берейін, дейді. Сонда жылан: сенің патшаң түсінде көп түлкі көрді. Ол түлкілер бірін-бірі алдап, ауыздарын өтірік жаласып жүргенін көрді. Енді менің ақымды бер, дегенде қалтасын сипалап: ой бәләй, сізге беретін ділдәлерім түсіп қалыпты, үйден әкеп берейін, деп үйіне қарай жүріп кетті. Бұл адам сонымен үйіне келіп әйеліне: ей қатын байғұс, мен тағы да патшаның көрген түсін тауып келдім, дейді. Әйелі тағы да ішінен ренжіп: тауып келсең тіпті жақсы болыпты, патшаға барып көрген түсіңді айтып беріп құтыл, депті. Түс табушы ертесі патшаға келіп: тақсыр, көрген түсіңізді тауып келдім, дейді. Патша: қане, мен қандай түс көрдім, дегенде жыланнан естіген сөздерін түгелімен айтып береді. Патша: тура таптың, жарайсың, деп. Сонымен бірнеше уақыттар өткеннен кейін патша тағы да түс көріп, белгілі түс табушыны шақыртып алып: мен тағы бір түс көрдім, түсінді тапсаң, және бір 1000 ділдә берем, таба алмасаң басыңды аламын, деп 1000 ділдәні санап береді. Түс табушы үйіне келіп әйеліне: мені қуған ажал қоятын болмады, өзіме жақсылық қылған жыланға 2 жолы опасыздық етіп, енді маған рақым жоқ, сен өз жаныңды бағарсың. Мына 1000 ділдәні түгелімен алып, бір жаққа барып жанымды бағайын, деп әйелімен қош айтысып, бұрынғысындай бет алды қашып бара жатқанда, баяғы жылан тағы да алдынан шығады. Я адамзат, тағы да неғып сасып жүгіріп келесің, дейді. Бұл кісі патшаның түсін таба алмай қашып келе жатқанын айтады. Сонда жылан: патшаның көрген түсін мен тауып берсем, маған не берер едің, дейді. Сонда бұл кісі: көрген түсін табу үшін патшаның маған берген 1000 ділдәсі әзір менің қалтамда тұр, соның барлығын берейін, дейді. Сонда жылан: сенің патшаң түсінде бала ұйықтап,
байтал жусаған кең заман көрді. Біреуге біреудің зорлығы жоқ. Бара барлық заман көрді. Ал менің ақымды бер дегенде, әлгі адам қалтасындағы 1000 ділдәні жыланның алдына төге салады. Сонда жылан бір сілкініп алып адам болып: маған сенің ділдәңнің керегі жоқ. Мен қызырмын. Сенің патшаңның түс көрудегі пікірлерін айтайын. Сенің патшаң бірінші рет көрген түсінде өздерін өздері жеп жұлмалаған қасқыр көрді. Ол кезде патшаң халықты қатаң ұстаған, халықты қасқырша жеп қанаған кезі болатын. Ол өзіне түс болып көрінді. Екінші ретте көптеген ауыз жаласқан түлкі көрген кезінде патшаң бұрынғы қасқыр сияқты пікірінен қайтып, халықты алдап, еппен жеуге алған кезінде патшаның пікірі өзіне түс болып көрінді. Ал енді үшінші рет түс көргенде кең байтақ заман көрді. Ол кезде сенің патшаң бұрынғы пікірлерінің бәрін тастап, әділдікке келіп еді. Сол әділдігі өзіне түс болып көрінді дейді. Ал енді әркімнің патшасының бағыты сияқты қасқыр кезінде қасқырлық ниетпен мені ұрып жаралап кеттің. Патшаң түлкі сияқты кезінде сен мені түлкі ұқсап алдап кеттің. Ал енді міне патшаң әділетке келгенде қалтаңдағы барлық ділдәңді беріп отырсың деп ғайып болып кетеді. Түс табушы үйіне келіп, болған жағдайды әйеліне айтып, одан патшаға барып, үшінші рет көрген түсін тауып берумен бірге, патшаның әр түс көрген кезінде халықты қалай ұстағаны, өзіне түс болып көрінгенін түгелімен айтып береді. Сонда патша: бұл шындық сөз. Мұны маған толық түсіндіргеніңе рахмет деп, әлгі түс табушыны уәзір етіп, патша қалған өмірін әділдікпен өткізіпті.